Қазақстан Республикасының үкіметінің қаулысымен 10 тамыз Абай күні болып жарияланды және де мерекелер күнтізбесіне енгізілді. Айтулы мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтай отырып, Абай ұлы тұлға атты облыстық челленджін Есіл ауданынан қабыл алыңыздар. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішінен қулық сақтап, өзіне сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылын екі жақтап. Қайғы келсе қарсы тұр, құлай берме, қызық көрсең қызықпа, оңға қайырме. Жүрегіне түсінгі де, түбін көзде, содан тапқан шын асыл тастай көрме. Кеше балаң, келдің ғой талай жасқа. Көз жетті бір қалыпта тұра алмасқа. Адамды сүй, Алланың хикметін сез, не қызық бар өмірде онан басқа. Жас қартаймақ, жоқ тумақ, туған өлмек. Тағдыр жоқ, өткен өмір қайта келмек. Басқаныз, көрген қызық артта қалмақ. Bir құдайдан басқаның бәрі өзгермек. Адамзат бүгін адам, ертең топырақ. Бүгін көмір жарқылдар, алдар бірақ. Ертең өзің қайдасың білемісің, өлу үшін туғансың, ойлан шырақ. Бұл өмірдің қызығы махаббатпен. Көрге кірсең үлгілі жақсы атпен. Арттағы сөзің мен ісің қалса, өлсең де, өлмегенмен боласың тең. Абай дана, Абай дара, Абай ұлы ойшыл. Абай шығармашылығы дербес даналық шыңына жеткен. Ұлттық сөз өнерінің дәстүріменен, дүниетанымдық және мәдени үдерістерменен тығыз байланысты халық рухының көрінісі болып табылады. Абай ұлы ақын өнердің бір